Бірде шәкірті ұстазынан: «Ұстаз, опасыздық жасаған адамды кешіру керек пе? Оған екінші мүмкіндік беруге бола ма?» деп сұрайды. Ұстазы үнсіз орнынан тұрып, үстел үстіндегі мөлдір әдемі шыны сауытты алып, оны еденге тастап жібереді. Сауыт мың бөлікке бөлініп шашылып қалады. «Енді осыны қайта жинап, бұрынғы қалпына келтір», дейді ұстазы. Шәкірті әуреленіп, сынықтарды желімдеп, бір-біріне қиыстырады. Қанша тырысса да сауыт бұрынғыдай мөлдір емес, бетінде сызаттар мен желімнің іздері сайрап тұрады. Оның үстіне шәкіртінің саусақтары өткір сынықтарға тілініп қанай бастайды. Ұстаз сонда былай дейді: «Сенім деген осы шыны сауыт сияқты. Ол бір рет сынса, сен оны қанша жерден кешірдім деп құрастырсаң да бұрынғы бүтіндік ешқашан оралмайды. Сен сол сынықтарды ұстаған сайын қолыңды тіліп, жүрегіңді жаралайсың. Опасыздықтың психологиялық соққысы. Кешірім бұл қайта сену емес. Сіз адамды кешіре аласыз, өзіңізді жегідей жеген кек пен ызадан арылу үшін. Бірақ оны қайтадан жаныңызға жақын жіберу — бұл өзіңізге жасаған екінші опасыздық. Сатқындық жасаған адам тек сізді емес, ең алдымен өзінің абыройын жоғалтады. Ол сіздің сеніміңізді емес, сіздей адамның жанында болу құқығын жояды. Өзіңді кінәлама. Көбіне сатқындыққа ұшыраған адам «мен қай жерден қателестім» деп өзін мүжиді. Шындығында сатқындық — бұл сіздің әлсіздігіңіз емес, ол опасыз адамның ішкі мәдениеті мен таңдауы.